Бұл өмірге әр адам өзінің мақсатымен келеді. Менің бір видеоларымның астында бір бауырымның жазған комментарийsi бар, арман туралы. Яғни біз бір нәрсені мақсат қыламыз, армандаймыз, бірақ кейде сол арманымыз, мақсаттарымыз орындалмай жатады. Жылдар өте береді, бірақ арманымыз сол ұмытылып қала береді. Кейде бағанағы өзімізбен өзіміз сөйлесіп отырғанда есімізге түсіп кетіп, бір жүремізге бір лүпіл келеді. Кезінде мен сондай бір нәрсені армандап едім, қап деген сияқты. Содан біз айтып жатамыз, барлық нәрсеге Алланың әмір тұрады деп. Яғни сол бауырым жазды маған, бәріне Алланың әмірі бар екен, мені қанша қылсам да, қанша тырыссам да арманым орындалған жоқ деп. Енді осы мәселе бойынша сөйлесіп көрсек, ақылдасып көрсек, қазір мен терезені бір көрсетіп жіберейін. Қайық кетіп бара жатыр, ана жерде корабль кетіп бара жатыр, әдемі. Яғни, әрине бұл әлемде жаратқанның әмірі тұрады, иә. Бірақ елестетейік, өзімізді бір робот деп елестетейікші. Негізінде алғанда шынымен де біз биороботпыз, ет пен сүйектен тұратын биороботпыз, иә. Бірақ біздің ішімізде жан бар. Енді жалпы бір робот деп елестетейік, иә. Бұл өмірде бір темірден жасалған робот бар деп. Ол роботты біз пультпен басқарып отыратын болсақ, сол роботтың өзінің бір орысша айтады, ол свобода воли деп, иә. Яғни өзінің бір өз өміріне өзінің әмірі жүре ме? Жоқ, әрине жүрмей, дұрыс па? Себебі ол роботты пультпен басқарып отырмыз. Ал егер бір робот жасап шығарсақ, соның ішіне бір компьютер орналастырамыз, бір мотор орналастырамыз, сол моторға, сол компьютерге ішіне өз өміріңді өзің басқарасың деп сондай бір программа, яғни бағдарлама орнатамыз. Сол кезде сол роботтың өміріне кім жауапты? Біз, яғни, моторды орнаттық, бағдарламаны орнаттық, бүкіл инструкцияны бердік. Оңға барама, солға барама, аққа барама, қараға барама, ол өз еркі. Сол себепті бізге жаратқан иеміз бүкіл инструментті берген. Ол инструменттер біздің, мысалы, денеміз, демалу, сөйлеу, есту, тамақ жеу деген сияқты, сезу деген сияқты. Одан былай күнделікті өмірде біздер инструменттерді қолданамыз ғой, тамақ ішкенде де қасықты қолданамыз деген сияқты. Сол сияқты, мысалы, тек қана бір діннің ішіне қамалмай, жан-жақты болған жақсы, иә. Мысалы, ең бір тиімді инструменттердің бірі ол астрология, немесе нумерология. Сенің жан дүниеңе қайсысы жақын, соны қолдансаң да болады, немесе барлығын бірге в купе, былай шыққанда қолдансаң да болады. Одан еш жақсылықтан басқа жамандық көрмейсің. Сол сияқты, егер біз өмірде жүріп, бәрі Алланың әмірі десек, яғни біз жауапкершілікті өзімізден алып, Құдайға бере салғандаймыз. Яғни бұл санасы есеймеген сәбидің позициясы. Позиция жертвы, яғни құрбандық позиция. Менің өмірімде президент кінәлі, әкім кінәлі, көршім кінәлі, досым кінәлі, әйелім кінәлі, күйеуім кінәлі, Құдай кінәлі. Сосын, мысалы, кейбір адамдар бар, намаз оқиды, намаз оққанда андай бір есеппен оқитын сияқты, иә. Әйтеуір жазылды ғой, әйтеуір 5 уақыт намаз деген бар, мен оқуым керек, ана өмірге барғанда бір есептесетін сияқты бір түрлі. Оқыдым ғой менің жанатым қайда деген сияқты, бір сондай бір есеп-қисаппен оқитын мәселе бар. Жалпы дін мәселесінде толық осындай видеоға мен жазғым келмейді. Бұл былайша айтқанда, орысша айтқанда интимный разговор. Әр адамның өз құқысы бар, былайша айтқанда, өз ойы бар деген сияқты. Дін мәселесіне менің өзім ойым бар, ол бөлек әңгіме. Бұны бағана бетпе-бет егер сөйлессек, мен сонда ғана айтамын. Жалпы енді жалпылама адамдардың айтатын әңгімесін айтып отырмын. Енді сол жауапкершілікті Құдайға бере салып, менің өмірімде бір менің ойлағанымдай болмай жатса, ол мен емес, Құдай солай шешті деген, яғни бір сәбидің санасы еселенбеген, санасы жетпеген бір сәбидің позициясы, иә.
біз қашан өз өмірімізді өзіміздің қолымызға аламыз, сол уақыттан бастап біздің өміріміз біз қалағандай болады. Яғни бұл жерде көп мәселе бар ғой, түп сана жатқан қорқыныш бар, онымен біз жұмыс жасауымыз керек. Родовая программа деген бар, яғни ата бабамыздан келе жатқан бір бағдарлама қайталанып келе жатқан. Мысалы, сіздің өміріңізде бір нәрсе қайталанып жатса, мысалы қарыз мәселесі, немесе жұбайыңызбен, немесе сол банағы бір нәрсе шешілмей жатса, қараңыз айналаңызға, жақын туысыңызда, немесе әкеңізде, анаңызда қандай болды, олардың қарым-қатынасы қандай болды. Яғни олардың өмірінде де осыған ұқсас нәрсе болатын болса, бұл нәрсе родовая программа, яғни тұқыммен келе жатқан бір бағдарлама. Соны сен шешсең, ары қарай балаларың, немерелерің ол бағдарлама қайталанбайды, балаларыңда, немерелеріңде. Яғни бұл нәрсені сен өзің шешесің, өзіңе замыкать етесің, былайша айтқанда. Өзіңе әкеліп байлап, сол түйінін тарқатасың. Сол кезде сенің өміріңе бір бонустар келе бастайды. Яғни бір арманыңның, мақсатының орындалмауы бірнеше мәселелердің бір құрылымынан болуы мүмкін. Жаңа айтқандай, әкеңнен, шешеңнен, ата бабаңнан келе жатқан нәрсе. Бұл өмірде өз орныңды таба білмеу, өз өміріңді қашан таба білмейміз. Біз әке-шешемізге мысалы ақыл айтқыш болсақ, яғни біз өз өмірімізді, өз позициямызды жоғалтып алдық. Яғни біз әке-шешеге бала емес, нәресте емес, біз олардан өзімізді жоғары санап кетіп тұрмыз. Мысалы, орысша бар ғой, высшие силы деген, яғни үлкен күштер. Үлкен күштер неге не? Ең жоғарғы үлкен күш ол біздің жаратқан иеміз. Одан кейінгі бағанағы күштер бар, сущностьтер дейміз, періштелер деген сияқты. Жалпы ата-бабаларымыздан келе жатқан күш, руханият біздің әке-шешеміз біз үшін үлкен күш болып есептелінеді. Яғни сол күштердің орнын білу, сол күштерді мойындау, немесе мойындамау, яғни осы мақсаттарының бір алға қойған бір армандарының орындалмай жатқанына бір әсер етеді. Тағы да бір нәрсе бар, айта кететін, өмір тексереді. Қаншалықты сен сол арманыңа, сол мақсатыңа жеткің келеді. Яғни бір нәрсені қиялдасаң, бір өмірде былайша айтқанда тест келе бастайды. Қаншалықты сен лайықтысың, қаншалықты сол арманға сен жетуге тырысасың, сол арманың үшін не істей аласың деген сияқты нәрсе бар. Тағы бір нәрсе бар, мысалы, сен үлкен бір байлықты қалайсың, айына бір 5 миллион теңге, 10 миллион теңге табыс тапқың келеді. Бірақ сол ниетті қылғаннан бастап сенің өмірің каша бола бастайды, былайша айтқанда. Не үшін? Себебі сенің қазіргі орның, қазіргі ойың, санаң сол айына 5-10 миллион теңге табатын санаға сай келмейді. Сенің айналаңдағы достарың ол бағана биік мақсатқа сай келмейді. Сондықтан сол мақсатқа сай болу үшін сенің қазіргі айналаңдағы нәрселерді, саған кедергі келіп тұрған нәрселерді өмір ала бастайды. Бірақ сенің нәпсің үшін бұл нәрсе өте қиын, өте бір ауыр нәрсе болып көрінеді, сен сол кезде берілесің, екі қолыңды көтересің, сосын бұрынғыша бағана өміріңді сүре бересің. Яғни бұндай нәрсе сенің өміріңде пайда болса, бұған қуану керек. Яғни өмір менің арман мақсатыма жеткім келеді деген ниетімді естіді де, менің өмірімде ремонт жасап жатыр деген мақсат болса, ой болса, ұқты, так, ана досым, мына досым менімен ұрысып қалды, значит, менің өмірімде бір үлкен бір өзгерістер келе жатыр. Бұл дұрыстап тұр ойлап қарасаң, осы екі досым шынымен де менің бағанағы сол алға қойған мақсатыма сай келмейді ғой. Олар жаман деген нәрсе емес, бұл оларды жамандап, өзіңді жоғары көтеру, ол да бір нәпсінің бір ойлап тапқан бір құйтырқы мәселесі. Олардың да өзінің бір өмірі бар, сенің әлеміңде. Яғни айтқым келгені, ол екі досың сол сенің арман мақсатыңа сай келмейді, олардың өзінің бір мақсаттары бар. Сондықтан ол екі досының орнына басқа бір сені сол мақсаттарыңа жетелейтін басқа бір екі дос пайда болады. Соны күте білу керек, соны түсіне білу керек. Сосын сол жерде бір пустота, бір бос бір сондай бір кезең пайда болады. Яғни бұрынғы ескі нәрселерің кетті, бірақ жаңа нәрсе әлі келген жоқ. Сол кезде сен прокрастинация дейді, яғни бір екі ортада бір қалып қойған бір түсініксіз бір жағдайда тұрасың. Өміріңде ешкім жоқ деген сияқты. Сондықтан өміріңде сондай бір өзгерістер орын алса, сезе білу керек,
өмірмен сөйлесе білу керек. Бұл не үшін деген сияқты. Яғни бұл мен үшін, менің дамуым үшін деген сияқты. Өзіңе бір түйін алуың керексің. Сосын өмір ешқашан бізді жаман болсын деп төменге жетелемейді. Біз егер біздің ойымызша төменге бара жатсақ, бір нәрсені сезіну үшін, сабақ алу үшін барамыз. Мен мысалы бір видеоларымда айттым, үлкен ақшаларды көрдім, үлкен бір дәрежелерге мысалы айтқанда жеттім, бір үлкен бір позицияларда болдым, жұмыс жасадым. Оны көрген адамын. Бірақ шыны керек. Мен сол кездегі тапқан ақшаларым, бір социумда алған бір орындарым, дәрежелерім, солардың түбінде, солардың астында қорқыныш жатты. Шыны керек. Яғни бір кезінде енді анамды бұл айыптаған емес, жалпы кішкентай кезімнен бір келе жатқан бір мәселелердің бірі ғой. Өзім бағанағы солмен жұмыс жасап, бір түйін шешкен бір мәселелердің бірі. Яғни көршінің баласымен салыстыру, ағаларымен салыстыру деген сияқты. Яғни сондықтан менің бағанағы бұл өмірде бір дәрежеге бір емденген кездерім ол көршінің баласынан жақсы болу, былайша айтқанда. Анам мен әкемнің көзінше отличник болу, үздік болу деген сияқты. Ол яғни менің жан дүниемнің мәселесі болған жоқ. Менің жан дүниемнің қалауы болған жоқ, біреу үшін. Сондықтан мен шешкенде менің жан дүнием нені қалайды, мен бұл өмірде немен айналысқым келеді деп, сонымен айналысайыншы деп ниет қоя бастағанда, өмірімнен барлық бағанағы жасанды нәрселер быт-шыт болып шыға бастады. Ішімнен де шыға бастады, сыртымдағы бағана достарым бірінен соң бірі кете бастады, қарызға кәдімгідей баттым. Яғни бұл менің ниетімнің қабыл болғаны, өмір мені естігені, мені өзімнің жүрегімнің, жан дүниемнің қалауы бойынша алып келе жатқаны. Енді сол басталғаннан бастап мен ойбой, міне өмірім все керемет, мен түсіндім деп олай ойлаған жоқпын. Жоқ, менің өмірімде кәдімгідей трагедия болды бұл деген. Неше түрлі оқиғалар болды, айырылыстым, оның өзі оңай болған жоқ. Тағысын тағы мәселелер көп болды. Бірақ артынан сол түсініп, түйінін жайлап тарқата бастағанда, бағана басында айтқандай астрология, нумерология мамандарына қаралдым. Өзімнің бұрынғы өмірімді сараладым. Қайталанып келе жатқан қарыз мәселесі, мысалы, менің өмірімде бірнеше рет қайталанды. Қарым-қатынас мәселесі бірнеше рет қайталанды. Яғни бір рет қайталағанда, екі рет қайталанғанда, оның дәрежесі, бағанағы ауырлық дәрежесі есейе береді. Енді екі рет қайталанғанда түсінбесең, үшінші рет басынан кәдімгідей ұрады. Сол менің басымнан кәдімгідей ұрды. Сонда ғана мен есімді жидым. Сол сияқты осы мәселелерді өз уақытында түсініп, түйін алып, ниет қылып, сол ниетіңе дайын болған жөн. Яғни ниетің сенің орындала бастайды, бірақ ол әрдайым жеңіл орындала бермейді, соған дайын болған жөн. Енді біреудің өмірінде жеңіл орындала бастайды, себебі ол родовая программа немесе басқа бір мәселелердің қаншалықты ушыққанына байланысты ғой. Енді менің өмірімде мысалы көп нәрсе ушыққан. Сондықтан менің өмірімде қатты келді. Басқа бір адамның өмірінде кармический жағдай, кармалық жағдайлар ондай ушықпаған болуы мүмкін, жеңіл өтуі мүмкін. Сондықтан ниет қойғанда мен мысалы қарыздарымнан құтылайыншы, немесе ешқашан енді қарызға кірмейінші деп ниет қылмау керек. Керісінше жақсы сөздер айту керек. Мысалы, бай, бақуатты өмір сүрейінші, осындай бір өзімнің бұл өмірге келген бір таланттарыммен ақша табайыншы деген сияқты мәселелер ниет қойып, сосын сол ниетім жеңіл, өзінің бір ретімен гармоничны болсыншы деп ниет қойсаң, ол да бір жақсы. Яғни соған қосымша экологично, гармонично деген, бағана басынан бір емес, яғни жайлап болсыншы деген сияқты. Сол да бір маңызды нәрселердің біреуі. Енді бұл видеода барынша осы ниет мәселесі, кішкене бір дін мәселесі қозғалды. Бірақ бұның бәрі бір
бір жиылған жиынтықтар, егер менімен тікелей бетпе бет отырып немесе осындай видеомен шыққың келсе, менің контакттарым астында, WhatsApp-қа жазыңыз, бетпе бет отырып сөйлесуге де болады, консультация алуларыңызға да болады. Бұл енді басқа бір тақырыптың мәселесі. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, комментарий жазыңыздар, ойларыңыз жазыңыздар. Кездескенше, көріскенше.